Дүрілдеп өтіп жатқан тойдан ақырын сытылып, сыртқа шығып кеттім. Дүбірлеген зал іші қапырық, у-шу музыка, кезек-кезек топ-тобымен шығып жаттанды сөздерді сағышса созып, сөйлеушілер ығыр-ығып жіберді. Шөп біткен қурайланып, шілденің піскен шағы. Мейрамхананың алдында ары-бер жүргіштеп, тау жақтан ескен самалға кеудемді тостым. Арырақтағы ағаштар саясына қарай бара жатқанымда аға, ағатай деген дауысты естіп, тұрып қалдым. Қасыма жазғы шифон жеңсіз көйлек киген толықша ел ентіге келіп, аға, мені танымадыңыз ба деді бірден. Қарағым шырамытатын сияқтымын. Өңіле қарадым. Шамның күңгірт жарығынан дөңгелек жүзді, шашын түйген бұл пысық жанды қайдан көрдім. Аға, ағатай, ұмытып қалғансыз ба баяғы Қопас станциясындағы тәттіңізше? Сылқ-сылқ күліп жібергенде есіме сап ете түсті. Иә, Айсұлу, дәл өзімін. Бағана тойда сіз сөйлегенде жүрегім тарсылдап кетті. Түк өзгермеген, әсіресе даусыңыз деп бетімнен шөп еткізіп сүйіп алды. Сыңғыр-сыңғыр күлкісай, дәл баяғыдай. Қарағым-ай, тәттім менің. Айсұлу, анық сенбісің? Одан бері қаншама уақыт өтті десеңші. Тура 30 жыл өтті ғой. Онда мен 19-да, сіз 38-де болғансыз. Менен 2 есе үлкен едіңіз. Ағажан, сізге сәлем берейін деп, әдей байқатпай шығып кеттім. Күйеуім анда, әлі күнге дейін қызғаншақ. Аға, сіз екеуміздің суретіміз бар менде, альбомымда жапсырылып тұр, есіңізде ме? Орыс фототілшіңіз келіп, қырманда түсіріп шығарып беріп еді ғой. Қазір қайдасың көкем? Мектеп директорымын, мен мұғаліммін ғой. Аға, қайтейін, күйеуім алақтап сізге іздеп жатқан болар, қызғаншақ тіпті. Мә, визиткамды ала ғой, хабарлас. Ол бетімнен тағы сүйіп алды да, 2 қолмен қапсыра құшақтап, тәттім менің деп сыңқ-сыңқ күліп, жүгіріп басып кетіп қалды. Қалың ағаш көлеңкесінде состиып тұрып қалдым. Тәттім менің, Айсұлу, қайран, тәттім менің. Онда мен газеттің білдей редакторымын. Аудандық партия комитетінің 1-ші секретары шақырып алып, зіркілдей зілдене тапсырма берді. Қалың түкті, қабағы ашылмайтын, ақ кірген шашын артқа қайырып тарап қоятын, жуан қара кісі көзілдірігін бір киіп, бір шешіп сұстана. Анау астық қабылдау пунктінде ұрлық-қарлық көп дейді. Егін орағы күйіп тұр. 15 күн сонда өкіл болып барасың. Бірден шашылмауы керек. Партбилетпен жауап бересің. Түсіндің бе деді. Алдында жауынгердей сымдай тартылып тұрған маған. Түсіндім, Болат Ақжанович. Бүгін бәрқане. Қопас станциясында үлкен элеватор бар. Ауданның бүкіл болып жатқан егіннің астығын осында тасиды. Аспан айналып жерге түсердей, лапылдаған шілденің аптабында амал жоқ, 100 шақырымнан артық жол жүріп, Қопас станциясына жеттім-ау. Бұл ара 9 жолдың торабы күжілдеп пысқырып пойыздар өтеді. Қара жолдың шаңын бұрқыратып, нән машиналардың бірі келіп, бірі кетіп жатады. Астық қабылдау пункті, элеватор, автобазасы, 3 бастырмалы қырман, 4 автотаразы, жатақхана, асханасы бар үлкен мекене. Осының бәрін директоры бұрыннан танитын, жасы келген бурыл мұртты жамағайын ағайым мені көріп қуанып қалды. Болат Ақжанович айтты, сен өкіл болып келеді деп. Биыл егіннің тұнып бітік шыққан-ай. 5 жыл бұрын 7 миллион пұт жинап едік. Биыл аудан 10 миллионға жетейін деп тұрып, жүр саған бөлек жай бір жерден дайындап қойдым деп, бурыл мұртын сипап, жатын орнымды көрсетті. Бұл аудан облыс басшылары келсе тынығатын жер еді. Сеннен інім несін аяйын, өзің демал, ішінде бәрі бар. Тамағыңды осында әкеп беретін болады деп, бастығым ағам шаруасына асықты. Пойыз жолдың алдыңғы беті жусанды сағымы буған дала, ары қарай жел суырған, күн шыжғырған сексеуілді құмды өңір, ал тау жақ беті түгел егістік. Қазір саралтындай толқып, шалқып, ұшы-қиырына көз жетпейді. Тың көтеру деген Хрущевтің ұранымен бұрын мал жайылымы болып келген алып алқапқа соқа түсіріп, айдап тастапты. 4-5 жылда ғана бір өнім береді, ал қалған уақытта аңызаққа күйіп, қу сабағы сорайып, комбайн сүруге де жарамай қалады. Биыл егін ырғын, елдің бәрі көңілді, ала шапқын, жуынып шайынып болып далаға шығайын дегенімде есік тықылдады. Кіріңіз, сәлеметсіз бе ағай деп, жасы 40-тан асқан кең, мол, жеңіл көйлек киген толық әйел, мен оның артынан жасырына үлбіреген қыз кіріп келді. Мә ағай деппін ғой, менен де кіші жап-жас екенсіз ғой, сізге түскі аса келдім. Мен осында аспазбын, әрі таразыда істеймін. Осында тұрамыз, үлгере алмай жатсам, мына қызым Айсұлу әкеп беріп тұрады деп, әйел стол үстіне ақ орамал жайып, дастарханның тамақтарын қоя бастады. Атым Назымбек, 38-демін дедім.
жас дегеніне намыстанып. Нәке, асыңыз тәтті болсын. Егер бірдеңелер керек болып жатса, ертерек айтып қойыңыз, бәрін әзірлеп береміз деп, толық әйел қызын ертіп шығып кетті. Астық қабылдау пунктінің тұсауы аралап шықтым. Егін басынан тізіліп, нән машиналар келіп, қырманға қорабындағы астықты сауылдатып төгіп, қайта жер қара жолды шаңдатып сары жалданған егін алқабына тартады. Қырманда тау-тау үйілген қызыл бидай, арпа ертерек орылып, тазартылып қамбаға құйылып алыныпты. Бәрін аралап аяңдап оралғанымша кеш болды. Даладағы душқа түсіп келе, жатын жайыма кірсем, бағанағы шешесінің артына жасырынған еліктің құралайындай қыз күтіп тұр. Аға, тамаға келдім деді, көзін жарқ еткізе бір қарап. Айсұлу, қазір киінейін деп, жалаңаш кейпіммен қысылып, төр бөлмеме жейдей сымымды киіп шықтым. Мұнда тым ыстық екен дедім. Шілде кірді ғой, бүгін 41 градус болып тұр. Дала жанып тұр, бәсе, қалай шыдайсыңдар? Күніне 2-3 мәрте суға түсіп аламыз. Тіпті үйреніп кеттік. Осы жерде туып өстік. Мен ана тауда салқын самал төскейде туған жанмын. Айсұлу, не істейсің мұнда? Таразышымын, келіп көресіз бе деп тәтті жымиды. Ертең барамын. Айтпақшы, мынау менің кітабым деп, сиырдың тіліндей жұп-жұқа жаңа шыққан әңгімелер жинағымды бердім. Ой, рахмет ағай, сіздің әне күні газетке шыққан Қос қашық деген әңгімеңізді оқығам, тек бітпей қалған секілді. Соңында не болатыны түсініксіз қалыпты. Әдейі солай істедім. Оқырман да ойлануы керек. Жақсы ағай деп ыдыс аяғын жинастырып, берген кітабын да алып қыз шығып кетті. Электр жарығын жақпай, кешкі қараңғылықта біраз отырып далаға шықтым. Егінші қауым түні бойы да тыным таппайды. Қаздай тізіліп 5-6 комбайн шамдарын жағып алып, теңізде жүзген қайықтай алыстан егін орып жүр. Күжгіж еткен ауыр, үлкен машиналар легі тоқтар емес. Бүкіл станция элеватор, астық қабылдайтын жердің бәрі самаладай жап-жарық. Төменгі құм өңірінен ыстық леп соғады. Дала әлі лапылдап тұр. Қайта бөлмеме кіріп салқындатқыш кондиционерді қосып, телевизор көріп жатып ұйықтап кетіппін. Ертесіне сергек тұрдым да егін басына тарттым. Бұл жартасты совхозында өмірі шықпаған астық ырғын өсіп, 4 бөлімшені аралап шыққанша аптап күйіп тұрған күнде батыс сиекті түгел қызыл жалындатып, саңа әзер семді. Іңірде станцияға келіп, суға түсіп салқындап шыққанмын. Бүгін қырғыз әртістері келіпті. Қазір концерт қоймақшы. Соған жүр қарағым деп пункт бастығы әдейі шақырды. Дала қосындағы сүргіленген сәкілерге отырып, біразы қара жерге малдас құрып, даладағы сахнадан концерт көрдік. Айсұлу шешесі, өзінен айнымайтын сіңілісі үшеуі келіп, бір бүйірдегі жерге жайғасты. Өздері кішкентай орындықтарын ала келіпті. Комбайншы, шофер, қырманшы қыз-келіншектер топ-тобымен келді. Жігіттер дабырласып темекісін тартып тұрса, орамалдарын шешіп, шаштарын тарап, сәндене қалған бойжеткендер сылқ-сылқ күлісіп, бір-біріне тығыла түсіп, жан-жақтарына ұрлана көз салады. Ауыл шаруашылығы институтының студенттері лаборант қырманшы болып, бөлек жатақханаларда жатады. Күндіз күнге тотыққан жүздерін орамалдармен тұмшалай байлап алған олар құлпырып кетіпті. Алдыңғы қатардағы 2 арқалы орындыққа борыл мұрт пункт бастығы екеуміз жайғастық. Шіркін, даладағы шырқалған әндер қандай, әсіресе гармонын кере тартып, қырғыздың жаныңды үзілдіріп, тебірентіп, телегей теңіз сезімге шын батырып әкететін әндері қандай десеңші. Сыңқ-сыңқ етіп, қара қомузын тартып келіп, жапан дүзде жаңғырайтқан сазда өенді бірінен кейін бірі төкпелеп, антықтыра айтып, әп-сәтте баурап алды. Жиналған жұрт дымдарын шығармай тыңдап, әр әншіге дүрілдете қол соқты. Концерт біткенде бурыл мұртты бастық сахнаға шығып рахметін айтты. Енді жазушы ауданымыздың өкілі Назымбек Қалиевке сөз береміз дегені. Алатаудың күнге теріскейін телемген түйенің қос өркешіндей қазақ-қырғыз ешқашан еншісін бөлінбеген бауырларымыз. Манастай алып батыр ұрпағы өнерпаздарын шырқаған әндері бойымды балқатып шымырлатып, жанымды жадыратты. Өнерлеріңіз өрге жүзсін, өмірде де өнерде де биіктен көріне беріңіздер дегенімді бәрі тік тұрып қол соқты. Анандай жерде шам жарығына жанары жарқылдап, аппақ тістерін көрсете тұрып, Айсұлу шешесі екеуі алақандарын аямай шапалақтап тұрғанын көзім шалды. Студент қыздар да кете қоймай шоғырланып маған тақап, жазушы ағай, кітабыңызды бересіз бе? Не жөнінде жазасыз? Махаббат туралы жазғаныңыз бар ма деп сұрақты төпелеп қоя жөнелді.
Бұл Назымбек Қалиев деген ағаларың, өте мықты жазушы. Біздегі кітапханаға кеше кітабын беріп қойған, содан алып оқыңдар. Бүгін таң қараңғысынан кейін сонау Бауырлы Жартастыға дейін аралап жаңа ғана келді. Ағаларың осында болады ғой. Қазір демалсын деп бурыл мұртбастық мені қоршай алып сыңғырлаған қыздардың арасынан суырып алып шықты. Шешесінің қолтығында анандай жерде Айсұлу артына маған бұрылып, қарай кетіп бара жатты. Райисполкомның іркілдеген сары орыс төрағасы келіп, онымен бірге аудандар алап, 2-3 күн жүріп қайттық. Сол күні бурыл мұрт бастық үйіне шақырды, қасқаланған қойдың басын тартты. Райисполком төрағасы арақтан тартынбайды. Құдық секілді қанша ішсе мас болмай быршып терлеп, қызара бөртіп отыра беретін дөңбек тері жан. Оны шығарып салған соң, бас инженер арық көзілдірікті бұжыр бет, қатпа қара кісі қонаққа шақырыптыр. Аға, әуре болмаңызшы, мен кешке қағаз жазатын едім. Дәстүр солай қарағым. Алыстан 6 жасар бала келсе 60-тағы шал келіп сәлем береді деген қазақпыз. Ықылас пейіліңізге рахмет аға деп әзер сұранып қалдым. Бурыл мұрт бастық ағам бөлмеме келіп, қарағым,